Қазақстан қиын-қилы заманда туған жерінен қуылған, отанынан айырылған, миллиондарға пана болған қасиетті мекен. Қазақтың мейірімі арқасында аман қалған жүздеген диаспора бүгінде өсіп өніп, бейбіт елдің игілігіне қызмет етуде. Түрі мен тілі басқа, бірақ тілегі бір. Отандастар. Рұқсат па? Кел. Әбілді ақсақал, сізге айтар ескертпем бар. Бұл қандай ескертпе? Айта ғой. Бүгін сонау Қытай жақтан адам жейтін халық алып келе жатыр осында. Адам жеген несі тағда, бұл несін? Тоқтаңыз, мені тыңдаңыз. Күнде оларды осы өңірге әкеп тастайды. Біреуіңіз қыз көріп барып қоймаңыздар. Айтпады демеңіздер. Әсіресе сіз. Астапыралла. Жүре берсең, көре бересің деген осы шығар. Ол кімдер сонда? Корей дейтін жұрт. Адамың не? Бәрін жей береді. Жарайды, дастархан сіздерге аманат. Хабарлайтын басқа да жерлерім бар. Мен кете берейін. НКВД жендеттері қазақтарға корейлер туралы қорқынышты дақпырт таратса, дәл сондай үрейлі әңгімелерді корейлерге де айтып, зәресін алған. Бұл бар ғой, жұртты әдейі қорқытып, сол шошыған жұрттың эмоциясын қызықтау үшін айтылған әңгіме емес, арнайы мақсатты түрде таратылған дақпырт. Неге? Қызыл үкімет екі жұртты бір-бірімен қорқытып араластырмауға тырысты. Өйткені Қазақ пен Корейдің ортақ мұңы мемлекетке қарсы ортақ текке айналып кетеме деп қауіптенді. Сол үшін де ғой, айдалып келген жұрт қырылып жатса да жәрдем етпеңдер, көмектескендерді аямаймыз деп қорқытып, үркітіп бақты. Бірақ қанша қорқытса да қазақ халқы арып ашып жеткен жұртқа жәрдемін берді. Аман сақтап қалды. Бар, апаң жанында жат. Түннің бір уағында қырдың ар жағында арқырап кеп пойыз тоқтағаны, ақырған-бақырған солдаттардың дауысы естіліп жатты. Күллі ауыл терезе жаққа қарайлай бастады. Я, үрей бар, бірақ сәбилердің шырылдап жылағанын естіп, Әбілді ақсақал тура солай тартты. Соңынан бірнеше кісі ертті. Сендер кімсіңдер? Қайдан келдіңдер? Адасып кеттіңдер ма? Корейцы. Әкеліңдер андағы тамақтарыңды. Беріңдер, мынау бәленбай күн тамақ ішпепті. Бәр қарындар аш. Барса, әйел балаларды ортағап, тоңған, жаураған, өздері секілді жұртты көрді. Дереу ыстық шай сорпа таратып, Әбілді ақсақал бұл кісілерді ауылға қарай алып жүрді. Бәрін жүріңдер, менің артынан. Біздің ауылға барамыз. Мы умирали. Ночью приходили, кидали нам кур, еремшік. Мен сол заматтың тірі куәгермін. 173 мың Корей жұртын мал таситын пойызға тиеп алып келді де, жолай қай жерге пойыз тоқтайды, сол жерге біртіндеп топ-топ етіп корейлерді тастап жүре берді. Сөйтіп корейлер шашылып қалды. Жапан дала қақаған қыс еді. Мен ол кезде 7 жасар баламын. Аш-жалаңаш, әне-міне қырылып кеткелі тұрған корейлерге қазақтар көмектесіп аман алып қалды. 1970 жылдар корейлер үшін барақатты кезең. Бірақ әулеттің фотоальбомы парақталған сайын Александр киімнің ішек қылп ете қалады. Корейдің үлкендерінің бәрі сөйтеді, өйткені балаларына, жастарына
37-тегі депортация жайлы айтпай келген. Бала ғой, керек емес жерде сөйлеп қойса, қиын заман туып кете ме деп сақтанғаны. Бірақ Виктория көнерген суретті нұсқап, тарихын сұрағанда, әке бар сырды ақтарып салды. Әке, мына кісі кім? Қызым, бұл кісі осы ауылдағы сыйлы адам болған. Абелда көке, корейлер қолында алып, 2 ай арып ашып жеткенде қазақтар көп көмектесті. Мен ол кезде емшектегі сәбимін. Көгеріп жатыппын. Әні-міні шеттеніп кетеді деп отырғанда ауылдағы Абелда көке қойдың майына әбден ысқылап, үстіндегі тонына мені орап, ыстық сүт беріп жазып алыпты. Ауласындағы 2 сиырдың біреуін біздің есіктің алдына байлап кетіпті. Содан ес жиып адам болыппын. Жапан далада оңалмастай шығынға ұшырап, жойылып кетеді деген жоспармен үкімет Корей, неміс, Кавказ жұртын төгіп тастап кеткенде, қазақ ішінен Әбілда Ақсақал сияқты арда азаматтар шығып, елді ұйыстырып, мүсәпір жұртқа жәрдем берді. Қырылып кетуден құтқарып қалды. Ауыр уақыт. Үкіметтің мүлкін талан-тараж етіп таратты деген айыппен Әбілда атаның артынан арыз жазылды. Қызыл режим баршаға сабақ болуы үшін ауылдастарының көзінше 44 жылы Кавказдарға көмектесті. Үкімет жау элементіне жақтасын деп ату жазасына кесті. Смотрите все, он помогал вам, ослушался, из-за этого он умрет. Огонь! Өле өргенше арман. Әбілда Ақсақалға алғысымды көрсету, ұлына жақсылық жасау. Есіне шығармашы, баласының аты Рақым Әбілдаұлы. Есінен шығарма. Біздің кейіпкердің есімі Александр, қызының аты Виктория, ал қазір сұхбат алғалы отырған тарихшымыз Герман Ким. Неге корейлердің есімдері орысша? Сосын корейлер қайдан келді бізге деп сұрақ қойдық маманға. Сейчас молодежь думает, что корейцы в Казахстан прибыли из Кореи прямо. Қазақстанға корейлер Кореядан келді деп ойлайтындар бар. Жоқ, олай емес. Корейлер 1937 жылы Қиыр Шығыс Хабаровск аймағынан жер аударылып келді. Ол жақта қайдан жүр? 1850-60 жылдары Ресей империясы Қытаймен соғысып Қиыр Шығысты өзіне қаратты. Ал сол жылдары әріректе жатқан Кореяда қуаңшылық боп, егін шықпай, шаруалар Ресейге иелігіне қарай өтуге рұқсат сұрайды. Чтобы получить землю в собственность, надел, то тогда нужно было получить российское гражданство. А российское гражданство давали тогда, когда ты примешь православие. Жер иеленгің келе ме, Ресей азаматтығын қабылдайсың. Ал Ресей азаматтығын алу үшін әуелі православие дініне өтуің керек деген шарт қойды. Корейлер еш уақытта бір дінге қатты байланған халық емес. Осы кезде корейлерге шіркеу, орысша Александр, Алексей, Владислав деген орыс есімдерін қоя бастайды. Сонымен корейлердің неге есімдері орысша екенін түсіндік, ал енді бұл жұрттың Қазақстандағы алғашқы жылдарына оралсақ. Айдалып келген корейлер қазақтың арқасында қыстан аман шығып, көктемде кетпен ұстап, егін екті. Ал күзде күллі совет жұртын таң қалдырды. Ендіше, колхоз-совхоздар гектарына 5-7 тонна алып жүргенде, бұлар жалаң қолмен гектарына 20 тоннаны бірақ жинап бере салды емес пе? Жыл сайын осылай рекордтық өнім жинаудың сыры қарапайым ғана. Өйткені корейлер мыңдаған жыл бойы кішкентай ғана түбекте тұр. Жерінің 70% таулы өлке, егістікке шағын ғана алқап беріліп тұр. Қарыстай ғана жерден қарыштап өнім алу үшін таңның атысы, күннің батысы сол егіс даласында жүруің керек. Біздің қазақ даласына корейлер келгенде, тың даланы көргенде
1000 жылдық тәжірибесін салғанда бұрқ етіп осылай нәтиже көрсетті. Корейлер ондаған жыл колхозға еңбектеніп, жыл сайын рекорд өнім өткізумен болды. Бірақ сарқа жұмсаған қажыр қайратының өтеміне ай соңында тиын тебен алатын. Мұндай әділетсіздікке разы болмаған корейлер колхоздардан кетіп, өзара бригадалар құрып, көрші совхоздардың жерін жалға алып, өздері үшін еңбектенуге көшті. Мұндай кәсіпкерлік түрін кабонжи атады. Кабонжи таза отбасылық шағын бизнестің түрі. Мәселен, киім әулеті ортадан ақша шығарып, араларынан еті тіреп, пысық деп Александрды бригадир етіп сайлады. Алекең міне колхоз председателіне кіріп келеді. Жалға жер алмақшы. Алеке, мен сіздерге совхоз жерінің шеткерек жерін ғана бере аламын. Бірақ ол маңда су өте аз, құмдауыт тастақты жер. Айбол, балам, бізге бастысы жер болса болды. Тамшылатып суғару деген бар. Пленка сұратыпсыз, аз емес көп. Немене? Күллі егінді аласын пленкамен жайып тастайын дедіңіз ба? Пленка көктемгі үсіктен сақтайды. Сіздерден үйренетін нәрсе көп екен. Алеке, сіздерге нақты қанша жер бере алатынымды, совхоз тарапынан тағы қандай көмек көрсете алатынымды мен нақтылап алайын. Бірер күнде өзіңізге кіріп шығам. Жарайды, онда күтеміз. Аман болыңыз. Ұзақ ойланып, Ақжар ауылының председателі көнді ақыры. Міне, киімді өзі іздеп келді. Кабонжилік негізі екі жаққа да тиімді. Корейлер колхоздан жерді жалға алып, күзде әлгі жұмшардың өкіметке өткізу керек еншісін береді. Бастықтың да азап алатыны бар, содан артылған корейлер базарға барып сатады. В колхозе люди не получали зарплату каждый месяц. Ақша керек. Колхоздағы жұмысшы ай соңында жалақысын ақшалай алмайтын, не өсірді соны алатын. Бір арба пияз, картоп дегенде. Оны көршілерге сатып ақшасын шығарушы еді. Сол кезде колхоз жұмысшысы жылына 1800 рубль алса, корей диқаны 15-20 мың рубль табатын. Ал еті тірі пысықтары жылына 60 мың рубльге дейін көретін. О кезде машинаның төресі Волга 25 мың рубль, ал Жигули 5 мың рубль еді. Пайдасы керемет. Бірақ тәуекелді жоғары. Сол жылы қуаңшылық боп, түк шықпай, банкротқа ұрынуын кәдік. Жерді жалғалып, егінмен айналысқан корейлерде әрдайым ақша болды. Бірақ өте ауыр жұмыс. Жылдың 6 айы үй көрмей далада түнеп, тоз-тозың шығады. Сондықтан корейдің баршасы тапқан ақшасын ол қызын оқытуға жұмсады. Балам, еш жерін алып қалмады ма? Жоқ, әке. Еш жерім алып тұрған жоқ. Балапаным-ау, сен қызсың ғой. Ауыр көтермеші. Әке, уайымдамаңыз. Бәрі жақсы. Тым болған жоқ қой. Виктория, қызым-ау, қазір корейлердің түгелі қара жұмыста. Әке, түсінемін. Мұрнынан қан кетіп, еңбектеніп жүр. Мен сен қолың құс-құс болып жүргенді қаламаймын. Сен дәрігер болшы. Бізге қаралайма. Тек оқышы. Әке, дәрігер боламын ғой. Бірақ та сіздерге ауыртпашылық түсіргім келмейді. Сендердің жақсылықта, берекеде, ұрым кешулер үшін біз үлкендер қара жұмысты қанша істеуіміз керек болса, сонша істейміз. Виктория әке арманын орындап, хирург мамандығын таңдады. Оқуын қызыл дипломмен тәмамдады. Білім-білік арқасында мәнсабы тез өсті. Қаладағы нөмірі 1-ші кардиохирург кім десе, киімді көрсететін болды бәрі. 90-ның тоқырау жылдары басталғанда Виктория жекеменшік клиника ашты. Жүрегі шым еткеннің бәрі осы корей қызды іздеуші еді. Ота сәтті аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.
Доктор – это врач, это уважаемая профессия. Дәрігер мамандығы қандай елде болмасын, қандай жағдай болмасын, ең керек мамандық қой. Тиісінше керек адам ешбір қоғамда жамандық көрмейді. Біздің жұрт айдау қуғынды көп көрген. Сол үшін ұрпағын қоғамға ең керек мамандарға айналғанын қалаған сияқты. Сәлеметсіз бе? Маған бүгінгі түскен науқастардың тізімі керек. Қазір тізімді қарайын. Мұқатаева, Қалыбек, Аудиярова, Басова, Рахым Әбілдіұлы. Маған беріңізші тізімді. Рахым Әбілдіұлы. Есіне шығармашы. Баласының аты Рахым Әбілдіұлы. Есінен шығарма. Сіз Рахым Әбілдіұлының қызы шығарсыз? Иә, кеше түнде түскен. Жылаудың қажеті жоқ. Қазір. Міне таптым. Құттықтаймын. Әкеңізге ота сәтті жасалды. Қалай? Расымен Рахым Әбілдіұлына ота жасалды ма? Иә, Рахым Әбілдіұлына ота жасалды. Және бүкіл шығынын клиника өзі көтерді. Уайым етпеңіз. Шын айтып тұрсыз ба? Бір-екі күнде әкеңіз үйге оралады. Иә, әке. Бір қазақтың жақсылығын өтедік. Енді бар қазақтың жақсылығын өтеу ғана қалды. Біздің елде кейбір диаспоралар бар. Жан саны әжептәуір көп, бірақ олардың бар жоғы біліне бермейді. Неге? Өйткені елде болып жатқан оқиғаларға араласа бермейді, бұйық өмір сүреді, тұйық. Ал корейлер болса керісінше көзге көп түсетін жария жұрт. Совет заманынан солай. Корейлер Қазақстанға қалай келгенін, кеңестік кезеңдегі өмірін, еткен еңбегін айттық қой. Ал тәуелсіз Қазақстан тарихындағы орны қандай? Корейлердің тәуелсіз Қазақстандағы алар орны орасан. Дәл осы диаспора Қазақстанның атын әлемге паш етті. Дәл осы диаспора үлкен додаларда қазақтың туының көкте желбіреуіне себепкер болды. Жай ғана санамалап шығайықшы. Спортшы Денис Тен, тарихшы, шығыстанушы Герман Ким, ауыр атлетикадан алтын жаудырған Алексей Ни, күрзі жұдырықтарды тәрбиелеген Юрий Цхай, мұның баршасын білеміз. Ал енді біздер дәл осы фильмде корейлердің ішінде, дәл қазір елдің еңсесін көтеруге, елдің экономикасын жоғарылатуға жұмыс істеп жүрген тұлғаларын таныстырмақпыз. Олардың есім сойын көп жұрт біле бермейді. Біз сіздерге жаңа тұлғаларды таныстырамыз. Біздің түсірілім топ Алматы облысына жолға шықты. Орталық Азиядағы ең ірі әрі өте ерекше зауыт иесімен сұхбат құрамыз. Біз кейіпкер еткелі отырған келесі тұлға Андрей Шин. Ол да көп Корейдің жастары секілді дәрігер болуды армандады, медицина факультетіне түсті. Бүгінде ол ақ халатты тәтті өндіретін жан. Міне өзі де келді. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы. Андрей мырза, менің ең қатты таңғалып тұрғаным медицинадан балмұздақ өндірісіне қалай кетіп қалдыңыз? Родители хотели, чтобы я стал врачом, медиком. Ата-анам менің дәрігер болуымды қалады. Сөйтіп медицина мамандығын таңдадым. Студент болып жүріп үйлендім, енді отбасыңды асырау керек. Достарым балмұздақ жасап сататын, мен соларға көмектесе жүріп бизнес бастап кеттім. Ақ халатты операция бөлмесінде киімдеушім, тамақ өнеркәсібінде киюге нәсіп етіпті. Андрей мырза, балалықтың дәмі тіліме келіп тұр, иісінде сезіп тұрмын. Цехпен танысуға. С большим удовольствием. Әрине, қуана жүріңіз. Корей диаспорасы десе, бірден ойға оралатыны қышқыл тұздықтар, ащы ас-ауқат қой. Шин мырза бұл стереотипті бұзды. Пияз өсірген әулеттің баласы тәтті бизнесті қолға алып, жетістікке жетіп қана қойған жоқ. Әлемдегі 10 мықты балмұздақ өндірушінің бірі қазір. Тағы айта кетер жай. Кей диаспоралар кәсіп ашса,
ағайын туғанын ғана тартады ғой. Ал бұл зауыттың жұмысшылары жақын маңдағы 12 ауылдың жұрты. Андрей мырза, әуелде сіздер тек 1-2 ғана түрін шығарғансыздар, қазір балмұздақтың қанша атауы, қанша түрін шығаратсыздар? Біздің компания 160-қа жоқ балмұздақтың түрін шығарады. Олай болса, қазір қазақстандықтар жылына қанша келі? Қазақстандықтар жылына 2,5 килограмм балмұздақ тұтынады. Ресейде бұл көрсеткіш 3,2 килограмм. Еуропа елдерінде 12 келіге дейін барады. Ал құрама штаттарында мұнан да көп. Осы арада сұрайыншы, бір 6 ай, 7 ай қыс болатын Скандинавия елдерінде балмұздақты көбірек жейді екен де, мұның сыры неде? Скандинавия, что самое удивительное, Скандинавия елдерінде Италиядан қарағанда көбірек тұтынады. Неге? Ел бақуатты болған сайын балмұздақ көп желінеді. Негізі балмұздақтың жауы қыс емес, жаңбыр мен шаңды жел. Жаңбырды күні көңіл болмайды, жел көшеде тәттіні шаң етеді. Қыз қорқынышты емес, өйткені жылу берілген кезде жылы үйде теледидар қосып балмұздақ жегісі келеді. Әлгінде сөз барысында естіп қалдым, сіздерде вафли цехы бар екен. Сонда балмұздақтан бөлек беш пакет. Ас ауқатты былай кемсітіп атауға болмайды. Тағамның барлық түрін құрметтеу керек. Біздің өз талабымыз бар. Біз еш уақытта арзан балмұздақ демейміз. Біз қолжетімді бағадағы балмұздақ дейміз. 5 пакет деген ауыр сөз бар. Біреу тамақты кемсітсе жазалаймыз. 10 рет отжимание жасайсыз. Қонақ екенсіз, сізге 5 жеткілікті. Қане? Договорились? Жарайды. Окей. Раз. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Жарайсың. Сонымен біз әзірлейтін лапша тауы қалай? Тез әзір болатын. Тамақ түрі міне қолын кешіміз. Балмұздақ шығаратын мұндай алып зауыт шыны керек тұтас Азия құрлығында жоқ. Біздің елде ғана бар. Масштабы енді алапат. Алып жатқан аумағын ғана емес, өнімінің таралу аймағын да айтып отырмыз. Өзбекстан, Ресей, Әзірбайжан, Армения, Белоруссия. Бұл елдер үйреншікті нарық қой. Ең қызығы, тек ащы қышқылды ұнататын Қытайға қазақтың тәттісі ұнапты, 100 мың тонналап сатып алуға бейіл енді олар. Бұл кәдімгідей жетістік. Әйтпесе, Қытай дегенің керектінің бәрі өзінде бар, сырттан ештеме ала қоймайтын, тек шетте сататын держава емес пе. Қазақтың балмұздағына әлемде жерік қылып қоюдың сыры неде? Сұрадық. Андрей мырза, сіздер мынау сүт өнімдерін қайдан аласыздар? Қандай да бір талаптарыңыз бар ма? Біздер сүтті Алматы облысындағы фермерлерден аламыз, бірақ қатаң талабымыз бар. Біз еш уақытта үлкен трасса жанында қалаға жақын аумақта жайылған сиыр сүтін алмаймыз. Себебі ондай сүттің құрамында қорғасын көп болады. Біздер тау етегінде жайлауда еркін жайылған сиыр сүтін тұтынамыз. Сосын сиыр сүтіне шоколад, ваниль қосқанда керемет жұпар береді. Біздің қызметкерлер қалада жүргенде айналадағы адамдар өз-өздерінен күліп бақытты күй кешеді. Себебі ваниль иісі бақыт гормонын көбейтеді ғой. Ал мұнда соңғы этап. Жүріңіз. А здесь вот мы уже фасовку делаем. Соңғы этап бар. Да? Успеете? Как девочки делают? Ағамыз менен сұрап жатыр, қыздар кетінді үлгере аласың ба, қолың жылдан ба деп. Көреміз енді. Ну давайте попробуйте. Қарындас, әке бола ма? Ну подсказывай, помогай. Ну, конечно, мы... Әрине, сіз жинаған мынау қорапты саудаға шығара алмаймыз. Амал жоқ. Сіздерге сыйлық етеміз, немесе қайта реттеуге. Балмұздақ зауытына кеп тұрып, түсіндіңіз ғой ойымды. Сондықтан басшысын ертерек қайтарып жіберіп, өзім аралағым деп. Андрей мырза, алтын уақытыңызды бөліп, сұхбат берген үшін рахмет айтамыз. Мың рахмет, алғыс. Мүмкін болса, біз өзіміз мына цехты біраз араласақ. Да, конечно, пожалуйста. Приезжайте в гости. Болды, рахмет. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Міне, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, емін еркін, мың сан түрлі балмұздақты тамашалап жүрмін, еш уақытта тәттіге тоймаймын деп ойлаушым бала кезде. Арманым орындалды. Балмұздақ зауытында істейтін адамның арманы жоқ шығар. Мен осымен 5-шісін жеп жатырмын. Бөлек. Естіп жатсыз?
Болмай ма? Болмайды, линиядан жүйеге болмайды, магазиннен сатып алып жеңіз. Тоқтаңыз, сіз кімсіз? Мен осы жерде технологпын, қарап жүреді. Қызметіңізге не кіреді? Бірақ мороженыйларды алып тастау кіреді. Қайсысы сонда дұрыс емес болып саналады балмұздақтың? Мороженыйлардың формасы дұрыс болмаса, не болмаса стакандары дұрыс шықпаса, солар бірақ деп саналады. Сонысын жеуге бола ма? Болмайды. Шин мырзаның бұл кәсіпорны дәл қазір 5000 кісіні жұмыспен қамтып, мемлекетке 2 миллиард теңге салық төлеп отыр. Әдейі ат басын бұрып, сюжет арнауымыздың сыры да осы. Қазақтың экономикасының дамуына қарыштап үлес қосып, қазақ экспортының ұлғаюына ат салысып жүргендер ішінде Корей диаспорасының алар орны орасан екенін көрсету ғой. Ал енді біздер келесі Корей кейіпкерге кеттік. Түсірілім топ Алматы облысынан шығып, Жетісу өңіріне өтті. Көз ұшына дейін созылып жатқан бұл егістік даласы Герман намның иелігі. Корейдің бәрі қалаға кеткенде әкесінің ескі тракторына ие болып қалған еді. Бүгінде өңірдегі ең дәулетті. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Герман мырза, Жетісу өңіріндегі ірі шаруа қожалық екеніңізді білеміз. Бұл ауыл шаруашылығына қашан келіп едіңіз? Сізден бастала ма шежіресі, әлде атаңыз, әкеңізді айналысқан ба? Жоқ, біздің әке атамыз осы жерге Қазақстанға көшкен кезінен бастап сол жермен айналысқан. Әкем де бригадир болған, шешем де қылшашшылы болған. Енді мен де институт бітіргеннен кейін қайтып келдім. Өз ауылыма, өз колхозыма. Жаңа техникалар, комбайндар, тракторларды көп байқадық. Бұл өзіңіз әдейі шаруаға, тіршілікке жаңа дүниелерді көбірек қосасыз ғой, заманауи техникаларды. Иә, бастаған кезде бізде бір ескі Беларусь болған. Кейін біз күшімізді біргесіп, жаңа техникаға көшіп атырмыз, ақырын-ақырын. Осындай жаңа шетелдің техникасы болса, соны жаңадан келген жас балаларды жүргізе алады. Кейін олар ақырындап оған үйреніп, істеп кетеді. Ал ол кішкентай жаңадан келген адамдарға ескі техниканы берсе, оны жөндегенше уақыт кетеді. И өзіміз көктемдегі жұмыстарымызды өз уақытында түгел бітіре алмаймыз. Қазір өзіңіз көріп тұрсыз, мынау John Deere тракторлер. Мына оң жағында John Deere комбайндар. Мына комбайн алған кезде бағасы $500,000 болатын. Мәссаған. Иә, сонда біз өзіміз шошығамыз осындай бағадан. Кейін ол 5-6 жылда өз бағасын ақтарған. Герман аға, жаңа айтып қалдыңыз ғой, техникаңызды жас балада жаңадан үйреніп жатқан маманда айдап кете алады деп. Мен көрсем бола ма? Иә, болады. Енді полеға шығып көрейік, сізді де отырып көрейік. Сізде мүмкін тракторист бола шығарсыз. Киіміңізді, аяқ киіміңізді ауыстырып, істеп көріңіз. О, готов. Міне шаруаның киімін киіп алдық. Енді ағамыз егіс басын алып барамын деп отыр. Білмеймін, қаланың ақсаусағы қандай қара жұмысқа түсетінімізді де, сондықтан сәттілік бізге. Ескі трактор ғой, жер көкті басына көтеріп тарсылдап жүретін. Мынау John Deere сызылып кеп сыпайы ғана жанымызға тұра қалды. $500 миллиондық John Deere'ге отырғалы отырмыз. Сәттілік, түскеннен кейін бір құпияны айтам. Трактор деп айту кемсіту сияқты мына жарықтықты. Толық компьютерлендірілген жыртуға тиісті жердің маршрутын енгізсең, әрмен қарай өзі атқара береді. Керек десең, рөлін де ұстамайсың. Автопилот. Трактор бірақ өзі түп-түзу жүріп келе жатыр. Қисалаңдамайды, жолдан шығып кетпейді. Керемет. Көрдіңіздер ғой, міне. Герман ағамыз жаңа айтты ғой, кез келген адам мынау тракторды, комбайнды жүргізіп кете алады деп. Заманауи техниканың артықшылығы сол деді.
бір құпияны айтайын, мен мүлдем көлік айдай алмаймын, бірақ маған көмектескен автопилот арнайы компьютер бағдарды түзіп қойған, рөлге қолым тиген де жоқ, әлгінде көрдіңіздер. Жер жертіп шықтық, 10 гектар жерді. Керемет. Стратегиялық азық деген ұғым бар. Оған нан, шай, қант жатады. Әсіресе соңғысы өте маңызды. Өйткені түрлі сусын, небір жеңсік асқа шекер керек. Қант таусылып қалса, елдегі тамақ өнеркәсібі құлайды. Құлатпай ұстап отырғанда осы Герман Намның шаруашылығы. Қант қызылшасының өте үлкен аумағы осы кісіге тиесілі. Былайша айтқанда, алыстағы ауылда отырып-ақ күллі Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігін қамтып отыр сабазың. Герман мырза, әдемі сұхбат болды. Жаңа әңгіме барысында айтып қалып едіңіз, тракторист болсам, ұнасам, алып қалам деп. Қалай? Ұнаса кел, орын бар, табамыз, жұмыс бізде жетеді. Келе ғой. Болды. Сонау Талдықорғаннан қайта Алматыға қайттық. Келесі кейіпкеріміз қазақтың заманауи мәдениетіне өлшеусіз үлес қосқан, эстрада өнеріне жаңа леп әкелген композитор. Есім сойы Павел Ли. Жүректерді музыкамен тербеген сабасын қазір бір жолата бұл саладан кетіп, саяхат бизнесін қолға алған. Бізде мысалы осындай адамдар, мен командада мысалы осындай адамдар бар да, мысалы загранпаспорт болған жоқ, сосын бұл бірінші рет самолетке мінген мысалы. И какой-то бір Дубай, Абу-Даби барып келді, 180 градусқа өзгерткен ол адам. Кәдімгі басқа адам болып келді. Өйткені негізі Алла тағала бізге бүкіл әлем берген ғой. А бізде көбісі Алматыдан біткесін, как будто бір әлем біткен сияқты сөйтіп санайды да. Сол үшін біріншіден мышленияның шексіз болады. Басқа адам болып келеді мысалы. 90 жылдары тарихи отанына қайтпай, туған жерім Қазақстан деп қалып қойған бір ғана диаспора бар. Ол өзіміздің корейлер. Жоқ, бұлардың мемлекеті жоқ емес, бар. Біреу емес, екі бірдей Корея бар емес пе дүниеде. Қиын кезде жанымыздан табылды, егемен елдің еңсесін бірге көтерісті. Бүгінде заман жақсарды, шекаралар ашық, жоғарғы жалақылы жұмыс іздеп біздің корейлер Сеул, Пусан бар. Әбден орныққасын қазақ достарын тарта бастады. Қазір Кореяда қазақ корейлерінің диаспорасы қалыптасты дейді. 6 жылын Сеулде өткерген Марк Батыр. Ассаламағалейкум. Уағалейкум. Төф, Кореяның айдылдары сияқты болып тұрсыз. Осы образға қарағанда біраз тұрған сияқтысыз ғой Кореяда. Иә, Кореяда жүргеніне 6 жыл болды уже. Бірінші Алматыдан келдім жұмыс істеуге. Заводта істедім 4 жыл бойы, сосын қазір интернет-маркетингмен айналасам. Сеул жағында тұрам, Шихэн қаласында. Кореядағы корейлермен біздің қазақтың корейлерінде айырмашылық бар ма? Көп бар, иә. Ең бірінші біз бағана екі қолмен амандастық қой. Иә, сол үшін вообще жоқ. Кәрістер, Кореяда жүрген, кәрістер қолмен амандаспайды вообще. Иә, күнен, ашың, солай, иә. Сәлем салат. Иә, сәлем салат, иә. Вообще қол ұстамайды. Сол жерде отношение басқаша. Біз келсеміз, қазақ кәрістер келсе де Кореяға біз бірдей ғой, қаның бірдей ғой. Бірақ олар екінші сорт деп ойлайды. Ондай бар. Ондай бар. Бірақ көріспейді. Отак, байынша. Сендерді қазақ деп қабылдайды ғой сонда? Тек қана қазақ деп қабылдайды. Марк, өзің сөйтіп досыңның шақыруымен Кореяға бардың, жеткеннен кейін қазақ достарын да шақырып, қазір қанша өзі қазақтың кәрісі, қазақтар жүр сонда? Қазақтар официальный информация бойынша 35 мыңдай болады Кореяда тұрған. Бірақ неофициальная информация, скорее всего, там кішкене 100 мыңдай болмайды. 40 мыңдай болатын шығар. Сосын біз Қазақстан тартықпен, Қазақстан келген
достармен жүрміз, сөйлейміз, общение ұстаймыз. Сол жерде кішкене практикам бар, сол үшін қазақша ұмытпадым. Ұмытқан жоқпын, иә. Корейлердің Кореядағы диаспорасы сияқты тұрып жатырсыңдар ғой. Солай. Сұхбат бергеніңе рахмет, Марк. Жақсылықты Сізге жолға. рахмет. Сізге рахмет. Түсірілім топ Талдықорған қаласына бет алды. Міне, 55-те 14 әскери бөліміне келдік. Мұнда қазақ тілін керемет меңгеріп қана қоймай, армияға келген әр солдатты қазақша сөйлетіп жүрген корей жігітімен танысамыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Менің есімім Сон Александр Витальевич, 55-14 әскери бөлімінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар бөлімше бастығының мемлекеттік тілді енгізу жөніндегі аға көмекшісі лауазымында қызметінде атқарам. Ары қарай қызметімді таныстыру үшін бөлім аумағына қош келдіңіз. Талдықорғандағы бұл казарманы аралай жүріп көргенім, солдаттың сарысы да, қарасы да қазақшаға ағып тұр. Александр, әскерге келіп тұрып, қаруды ұстап көрмеу ұят шығар. Негізінен сіздің бағыңыз бар екен. Осы Талдықорған мен Үштөбенің арасында өз бөліміміздің атыс алаңымыз бар. Сізді сол жерге апарайық. Ар жақ ауылымызда көре жатармыз. Қалашты қалшылдата атпас бұрын сұсты қаруды шашып жинап көріңіз деп сарбаздармен жарыстырып қойды. Соңғы рет мұндай атыс қаруын 11-ші сыныпта алғашқы әскери дайындық дейтін сабақта ұстап көрдім ғой деймін. Сонымен қазір АК-74-ті шашып көреміз. Жоқ. Әзірге осы қолдың машығы бар екен әлі де. Міне, даладағы әскери қосынға да келіп жеттік. Әскерді қырға шығарып, орғаздырып, қару атқызат, төзім сабырлығын шыңдайды екен. Әттең, әскери қосын бүгін ғана тігіліпті. Демек, менің автоматтан сақылдата оқ атам деген арманым әдіре қалды. Неге екенін біздің Александр иттерімізді көресіз бе деп кинологтар жаққа сүйрей жөнелді. Александр иттерге сүйсіне қарап тұр екен. Сұрадым. Алеке, өзің итті жақсы көресің бе? Қалжыңдап айтса, иттерді жемесем де иттерді жақсы көрем. Қазақы қағытпаға да қаражай емес екен. Әбден күлдірді. Алеке, өзің үйлі баранды үйленгенсің ғой. Өкінішке орай бойдақпын. Неге? Негізінен Шымкенттен өз туған жеріме ауысқан бірден бір себебі сол болды. Қалың мал қымбат па? 10 миллионнан жоғары дейді ғой. Қазір өзіңнің ауылыңдасың. Құдайға шүкір, туған жеріміздеміз. Сондықтан да ары қарай жолымызды сол жаққа қарай тартсақ. Үштөбе ауылына кіріп келеміз. Төбедегі ерекше ескерткішке арнайы тоқтады. Осы кәріс халқының былай айтқанда қасиетті жеріңе 2010-2019 жылдары негізіне қазақ халқына мың алғыс деп, осы Корея ассоциациясы бар, Қазақстан халқы ассамблеясы бар, бірге жүріп, осындай қазақ халқына мың алғыс деген монументті қойған болатын. Александр, сіздің фамилияңыз Сон екенін білеміз. Корейше не мағына береді өзі? Негізінде кәріс тілде ол сабырлық деген мағынаны береді. Айтпақшы, мысалы қазақтар секілді жалайыр дулат деп бөлінесіздер ғой. Біздің кәрістерде де сондай ұғым бар. Сонда Ким, Пак, Ру дегендер ол тайпалардың аттары. Рулардың аттары сияқты бөлінеді. Мысалы қазақтарда жеті атаға жетпей қыз алып соймыз, дұрыс па? Кәрістерде кейбір таңда сондай бар. Қазақ пен Корейден ұқсастық іздесең көп табасың. Ал қазір Корей жұрты жаппай қазақша есімдер қойып жатыр ұл қызына. Бұл не деген сөз? Бұл Корей жұртының Қазақстанды мәңгі отаным деп қабылдағанының шынайы нышаны. Атам өз өсиетін қалдырып кеткен ұрпағым қазақ тілін, болмаса дәстүрін білсін деген. Өкінішке орай ата-анам совет өкіметте өскеннен кейін қазақ тілін дұрыс білмеді, бірақ түсінеді. Дегенменен ол өсиет өзіме қалды, қарындасыма қалды. Мен ары қарай қазақ тілін меңгеріп, осы қазақ халқына мың алғыс ретінде қазақ тілін үйреніп, қазақ тілі мен әдебиет мамандығына түсіп, әрі қарай мен сияқты өзге ұлттарға, болмаса қазақ тілін білмейтін қазақтарға қазақ тілін үйретем деген
ниетпен ары қарай ойын жалғастырдым. Құдайға шүкір, ойын асырып жатырмыз. Сонымен қатар отан алдындағы борышымызды да, отбасымызды қорғап жатырмыз. Естеріңізде ме? Қайбір жылдары елімізге Оңтүстік Корея басшысы келіп, жиын соңында біздің Корея диаспорасын сақтап қалған қазақ жұртына алғысымды білдірем дей бергенде, біздің президент, жоқ, олар біздің корейлер дейтіні бар еді. Олар біздің корейлер, қазақтың корейлері.